изменщик! Айжан, не істеп жатсың? Айжан, мен мындамын. Ой, извините, пожалуйста. Ит! Ой, мусорный пакет қой ол. Ой, очким болып кеткен ғой просто. Мына приколды қарашы. Жақындатшы. Тағы жақындатшы. Тағы да жақындатшы. Тағы. Айырады екен. Неғып шешіп тастадың? Очкисіз әдемірек екенсің. Бұлыңғыр болып жүре берші. Мен келдім. Сен кеше мен айтқан затты ұмытып кеткенсің ба? Не туралы айтып тұр, нені алып келдің бе дейді? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Ұмытып кеткен сияқтысың ғой, чота. Вообще ұмытып кетіппін. Кеше ол маған не тапсырып еді, еске түсіру керек. Мен подругам Камила бар ғой, сол күйеуім екеуі Мальдивқа барғалы жатыр екен, ойлаш. Мен шокке болдым. Так, бұл емес, бұл өсек айтып жатыр. Басқа не айтып еді? Айтпақшы, Жан мен бургер жегім келіп тұр екен, жұмыстан кейін ұмытпай алып келші, иә? Айтпақшы, бургер жегім келеді деп айтты емес пе? Йо-май, есіме шығып кетті. Қайда менің заказым? Жоқ, ұмытқан жоқпын мен. Так, ойла, не істеуге болады? Сыртқа шығып алып келсем көп уақыт кетіп қалады қазір. Мойындашы ұмытып кеттің ғой, иә? Жоқ, ұмытқан жоқпын мен. Жан, сен менің жауапкершілігіме күмәнің бар ма не? Конечно, алдым. Рахмет, Жан, мен сені ұмытып кетті деп ойласам. Сен мені мүлдем түсінбейсің. Ой, қойшы болды. Әйеліңді түсінбей жүрсең, переводчик жалда. Сен жаңа неме дедің? Сен мені жақсы көрмейсің. Не дейді? Оған просто сіздің вниманияңыз жетпей тұр. Оған күштіліп свидание ұйымдастырып, жай ғана тамақтандырыңыз. Кешір, мен саған аз внимание бөліп жүрмін бе? Давай осы суббота воскресенье свиданиеға барамыз. Қазір суши пицца заказ беріп жейсің бе? Давай, сен мен ойымды оқып қойдың ғой. Рахмет, көмектесті. Жан, осы шынымды айтшы, мен соңғы кезде толып кеттім, иә? Мен, Ни в коем случае толып кетті деп айтпаңыз. Наоборот, арықтап кеттің деңіз. жоқ, күшті идеальный болып тұр фигура. Қойш, мә, Жан, қараш, подругам Камила өзіне еще қызына күшті киімдер алыпты, вау! Ол да өзіне және баласына шопинг жасағысы келіп тұр. Болды ғой жаным, саған қызыма екеулеріңе күшті киімдер алып беремін. Ньюборн Алматыдан алып беремін еще. Вау, Жан, қайдан біліп қойдың соның қалағаныңды? Жан, мынау әдемі мынау ма? Ой, қазір айтам ғой саған. Бүгінге сіздің лимитіңіз бітті, сау болыңыз. Ей, жоқ, кетпеңіз. Бір сұраққа, бір аудара салғаш, пожалуйста, бір. Кетпеңіздерші. Екеуі нормально, өзің біл. Саған просто бәрібір, иә маған? Түсінікті. Жауап беріңіздерші. Труба жарылды, Жан. Қазір жөндей салам мен оны. Может, сантеңіз шақырат аламыз? Зачем? Өзім жөндей салам ғой. Все, дайын. Молодец, Жан. Тағы не бар үйде бүгін бәрін жөндеп салмасам? Все, люстрларды ауыстырдым. Тағы не бар жөндейтін? Молодец, Жан. Телевизорды да орнатып қойдым. Ух ты! Тағы не жұмыс бар? Бүкіл үйді қирататын болды ғой. Аша алмай жатсың ба, әкел. Бір сүлгі ма, бірдеңе бар ма? Все. Мә, Жан, күшің қандай көп сенің. Бүгін бар бір жұмыс істейтін настроение болыпты менде. Давай бүкіл үйге бүгін ремонт істеп тастайым, а? Жоқ, керек емес. Онсыз да көп жұмыс істедің ғой, одан да бар демалшы, иә? Иә, шаршап қалдым негізінше, иә? Ладно, демалайын. Маған скетер жасап беріңіздер, мен бастықтарыңыздың туысымын. Басеке, мынау сіздің туысыңыз ба? Кім ол мен туысым деп жатқан? Так, Гуля тәте деп айтайын. Любой семьяда Гуля деген туысқан болу керек. Мен Гуля тәтенің қызымын ғой, танымадыңыз ба? Гуля тәтенің баласысың ба? Гуля тәте бергелгісі сіздің қызыңыз кеп тұр. Қайсы? Жоқ, менде мынандай қыз жоқ вообще. Жоқ, бұл Гуля тәте емес. Ана Марат ағаның әйелі ше, мынандай мұрты бар. Сол Марат па? Әй Марат, бергел. Менің қызым? Қой, менде қыз жоқ, менде ұлдар ғой кілең. Сен кімнің баласысың? Жоқ, бұл Марат аға емес, ана Оралхан ағаның баласы Марат аға ше. Сол Мараттың баласысың ба? Папаларың қалай? Жақсы, сіздерге сәлем айтып жатыр. Сәлем айтып жатыр. 10 жыл бұрын қайтыс болып кеткен адам сәлем айтып жатыр ой дүниеден, иә? Мынау өтірік айтады, біздің туысымыз емес мынау. Алаяқ, сен бізді алдап, люстрамызды тегін алып кетпекші болдың ғой, иә? Қазір бұрын полиция шақырам, ұқтың ба? Кешіріңіздерші, мен просто қатты скидкамен люстраларыңызды алғым келген. Мен сіздердің туыстарыңыз емеспін. Мен папам вообще Қостанайдағы Мақсат.
Ей, тоқташы, ана Қостанайдағы Сары Мақсат емес па? Иә? 74 жылғы. Иә? Ол менің класстасым ғой. Онда мына қыз біздің шынымен де туысымыз ғой. Біздің аталарымыз біреу ғой. Онда мына қызға вообще тегін бер. Сен нешінші жылғысың? Мен 2006. 2006? Ой, бәрі нормально, махаббат жаса қарамайды. Жүр кеттік свиданияға. Жүр самокатқа отыр. Негізі менің машинам бар. Машина? Сонымен қайда барамыз? Мен свиданияға баратын күшті жерді білем. Біз қайда келдік? Мә жерде күшті ойындар бар. Давай бірге ойнайық. Ох, ема! Көрдің ба мен қалай істегенімді? Тәтем билесеңізші. Иә. Тәтем не болды, скорый шақырайын ба? Жоқ, бені барғаймыз. Ой, қатпес кәрекесі бар ғой. Билей берем мен. Давай, төбелесіңіз. Апа, дұрыстап ойнаңыз. Дұрыстап. Сен өз немен айналысасың? Мен тиктокермін ғой, тикток түсірем ғой. Айтпашы, мен тиктокқа түсірші. Мен кемпірлер скучный деп ойласам, сен күшті уақыт өткіздік қой. Менің қызым боласың ба? Не ғой, сен маған тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден барлығын қоя салайық, е? Жоқ, сен маған сен менің жүрегім жараланды. Мынау кімнің баласы? Мен сенің мамама айтам. Мен мектепте алтын белгіге бітіріп 5 диплом алдым. Бопты. Мама, ояш, мен контрстакта бәрін алып тастағансың ғой. Ұлым менің молодец, менің мақтанышым. Мама, неге сіз маған қарағанда ұлыңызды қаттырақ жақсы көресіз? Қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Точно ма? Эй, таңғы 4 болып, тұрсаш болып жұмыс істе. Ұлым, тұра ғой, түскі сағат 1 болды, саған завтрак постель алып келдім. Жанымдаш. Ой, ұйықтай ғой, жаным, ұйықтай ғой. Әй, не жатырсыз? Үй деген шашылып жатыр, жина бол тез. Мама, арманда жатыр ғой, әне. Ол сен қыз, бар да оның да комнатасын жина. Бар, кет бар. Мам, не істеп жатсыз? 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр. Мам, мен қайда барам? Сонымен Турцияға оқуға тыста бар, кет. Мама, ұлыңыздың жасы 40-қа келді, неге соны қуып жүрмейсіз? Тиіспе ұлыма, ол әлі кішкентай. Қалай барады? Менсіз өмір сүре алмайды. Жаным, Аллахым. Туф, бір уақытына балаға сен қараш, кешке дейін мен қарайын ба? Жұмыстарымды істейін. Ой, бара беш, қарап отырмын. Папа деймін. Қара қалса дұрыстап қарамайсың ба? Неме телевизор көріп отырсың? Сен сөйлейсің бә не? Когда надо, сөйлей алам атак. Қазір, отыра тұр, Қара. Не болды? Жаңа сөйлеп жатқан мына бала. Туф, қойш, мен қолым бос емес. Билеп жатыр. Жаңа билеге, точно билеге мен саған айтам. Билешка не? Тағы қандай сылтау айтасың бала қарамас үшін? Қош болды. Сен неге мен жындығы отырсың? Қазір мамаңды шақырам, сөйле, ұқтың ба? Шақыр, сөйлейін. Айтатын нәрсем көп. Мысалы, кеше түнде сен бір қыздың сторисіне лайк басқаның туралы айталам. Айтайын ба? Шақыр маманы. Ай, жарайды, сөйлемей қой. Чотам өзіңе бірден керек па? Бірден әңгімені осылай бастамайсың ба? Мына жерде отырып кешке дейін көтем тоңып кетті. Ал келдім саған термоковригіңді. О, кайф. Бәсе бұрыннан өстімейсіңдер ме? Саған ұнағана қуаныштым балам. Давай бір мультфильм қосып берейін ба? Өшір шана синий тракторды кешке дейін қоса берейін бастап отырып. Маған Афганистан туралы, война туралы кино қосыңдар. Тура атаңа ұқсап кеткесің бар ғой. Неме шалдарсақ соғыс кино көріп қас қосам. Мәй, шашылып кетті ғой. Қош, жинамай қойыншы, дәп бүгін ешкім келмейтін шығар. Туысқандар, қалайсыздар? Қонаққа келіп қалдық. Марат аға, сәлеметсіз бе? Үйлерің шашылып жатыр ғой. Кіріңіз. Қалайсыңдар? Қонаққа келіп қалдық. Сандуғашта те? Үй шашылып жатыр ғой. Иә, кішкене шашылып жатыр. Төрлетіңіз, кіріңіз. Қалайсыздар, туыстар? Қонақ пришли. Бауыржан аға? А чё вы здесь бардак, а? Жоғары шығыңыздар, төрлетіңіздер. Қалайсыңдар, туыстар? Чоча гуя? Не бәле, үйлеріне бомба түскен ба? Мыналардың барлығын кім шақырған? Қалайсың жаным? Үйге туыстарым шақырған ғой, тамақ істей берші, Кетің дұрыс па, сенің үйдегі быт-шыт болып жатыр, үйде дым жоқ қой. Ой, несі қиын, істей салсашы? Конечно, қиын, ыдыстың барлығын кім жуады? Мен жуам, тамақты кім дайындайды? Мен. Онда мен 2 автобус жалдайын, е? Не үшін? Мен тағы да туыстарым шақырдым ғой. Туыстар, кіріңіздер, үйге кіріңіздер, туыстар.
Ауылдастар, қара сиыр көргендерің бар ма? Бұзауы мен ноқтасымен 2 күн болды таппай жүргеніме. Сандуғаш оттама, мен емес сені қосқан, күләмзе қосқан сені, сол ғой админ. Ертең азан таңғы 4-те қалаға жолға шығамын, 2 орын бар, кім барады? Әй, магазинге қарызы барлар келіп түлек кетіңдер, әйтпесе мына группаға аттарыңды жариялап позорларын шығарамын. Әй, Сәбит, ма қара сиыр сенікі ма сонда? Біздің ағарытқа кіріп бәрін қопарып тастаған ғой, 2 күн болды. Е болмайсың ба сиырыңа? Сойып тастаймын, алып кет әйтсе. Әй, шұғыл ақпарат, қазір ана банандарды улап жатыр дейді. Банан жебеңдер. Әй, Ауылдастар свет жанды. қатты қуанбаңдар, қазір өшіп қалады әйтсе тағы да. Әй, ауылдастар құтты болсын, Бақсипаштың қызы күйеуге шығайын деп жатыр дейді, ана Шәкір көкемнің ұлына. Байғыла, ұятың бар ма, мантыварка неге қайтармайсың? Әй, қайсыларын қалада жүрсіңдер, зат алдырайын деп едім. Әй, не дейді, қаттырақ сөйлендір, дым естілмейді. Өсек ести алмай жатырмын. Не істеп жатсыңдар? Мама, тоқылат кірмейсіз бе? Біз не істеп жатқанымыз қайдан білесіз? Ойбай, енді өз үйінде жүрейін енді сендерден рұқсат сұрап тоқылдатып. Бәсен әпкерін 12-ге дейін ұйықтайды деймін. Төсектерің жып-жұмсақ қой сендердің. Мә, тұзын аямай салыпсың ғой? Жоқ, мен дұрыстап салғам. Ту, осы бір тегі. Үй жинамасаң жинама, тамақты қачап дұрыстап істесең болады ғой. Осы сен мамаң неге маған тисе береді? Ол жаман болсын деп айтпайды ғой, біз жақсы көргендіктен тиіседі ғой. Келін нешеде тұру керек? Келін ләжі болса алтта тұру керек. Біздің дәрет суымызды дайындап, шай тамағымызды беру керек. Ал онда тұрса ше? Онда қандай адам жатады? 10-ға дейін. Онда өлген адам жатады 10-ға дейін. Балам, Ту, енді осы баланы да жылап, қачап балаға дұрыстап қарасаңдар қайтеді? О, қашанға дейін бірге тұрамыз? Пожалуйста, бөлек шығайықшы. Все, қазір айтам мамаға бөлек шығамыз деп. Мама, біз сізге бір маңызды нәрсе айту керекпіз. Я балам, не айтайын деп едің? Не болды, мама? Кезінде сені туам деп балам эпидуралка салдырып, сол әлгеге дейін мен мазамды алады ғой. Оның үстіне сені 40 градус аязда көшеде мектепке апарам деп тайғанақтап, құлап, аяғым шығармаған молда масалап жүр балам. Көрмегенді көрдім ғой балам, бірақ Құдайға шүкір сендер барсыңдар ғой, менімен бірге тұрып атқан. Я балам, айта бер, не дейін деп едің? Жай, мама, киноңызды көре беріңіз. Жақсы балам, аға. Шай қоя сал деші. Шай түсте бар. Жан қарным ашып кетті. Жоқ, сен аш болсың өзіңе ұқсамайсың. Шыдай алмайтын сияқтымын. Үйде ештеңе жоқ. Тәтті бірдеңе жегім кеп тұр. Мен қазір алып келем, күт. Міне сенің сүйікті шоколадный печенье мен мороженое. Тағы да! Міне саған пирожный ями крем брюле сен жақсы көретін. Еще манго смузи бар, мә, күн ыстықта салқындап ал. Рахмет жан, өте дәмді. Бір өлімнен аман қалдым ғой. Мә, ренжімеш, өзім сөйтіп алам, я? Ештеңе етпейді, мырзам. Өзім жинай салам, жай ғана зат қой. Айтпашы, мен зарплатам түсті. Жоқ, отағасы, ақшаны сіз ұстаңыз. Ер адам ұстаған ақшада береке болады дейді ғой. Айтпақшы, бүгін мен достарым компьютерға шақырды. Мен бірақ айттым, бармайын деп, не істеймін деп. Үй жоқ, барып демалсаңызшы. Онсыз да күнде үйдесіз. Таңнан кешке дейін біз үшін еңбектеніп жүрсіз ғой. Барыңыз. Ақпатшам, күте тұрыңыз. Сүйікті жеріңізге кірмей тұрып, мен сізге шағын сыйлық алдым. Мәңіз. Бәрін алмаған бір аптаға жетеді ғой. Рахмет саған. Әй, мен кеттім, сен точно ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін. Мен арғай баняға баруым да мүмкін. Дұрыс, барыңыз. Түнде жай келуім да мүмкін. Дұрыс қой, енді бір демалған соң. Достарыңызға сәлем айтыңыз. Осындай әйел кімде бар айтшы? Рахмет саған. Нем бар еді машинасын айдап. Бәсе. Мама, папа, танысып қойыңыздар, бұл сіздердің болашақ күйеу балаларыңыз. Сәлеметсіздер ме? Мынау бізге аңдау ұнамайды деген жігіт па? Мен телефоным қайда? Анау мен мәшинем кілт екен ғой. Мынау сенің мәшинең ба? Телефоным қайда? Менің қызыл дипломым да қалтамда жүр екен ғой. Бірақ диплом ба не? Дипломдарым деп айтқым келіп еді. Телефон қайда? Өз ақшаң көп болса да жаман, қалтаңа сыймай жүреді. Сен бала өзің немен айналысасың? Мен қарапайым ауылдың баласымын. Ауылда 500 бас жылқы, 400 қой,
250 сиырым бар, фазендам бар. Енді шүкір енді болады енді. Бай, шірген байдың. Міне екен ғой менің 17 Pro Max'ым. Еще сіздерге шағын сыйлығым бар. Енді қалада ет қымбат қой. Молодец! Идеальный жігіт тауыпсың. Маған сұрақсың ұнаған. Батамды бердім, бақытты болыңдар. Айттым ғой атынан алмаймын деп. Счетты 50-50 төлейміз, я? В смысле 50-50? Қазір барлығын есептеймін. Цезарь запеченный темпора. Сен маған қарағанда көп жедің. Сен көбірек төлеу керексің. Қайдағын айтпа. Қара, сенің жағын менікіне қарағанда 5 сантиметрға көбірек желінген. Сен көбірек төлеу керексің. Күте тұр. Аш аузыңды. Сенің аузың маған қарағанда 2 сантиметрға үлкен екен. Сен көбірек жедің. Жоқ. Міне қара. Сен маған қарағанда 15,25%-ға көбірек тамақ ішкенсің. Сен көбірек төлейсің, ұқтың ба? Өтірік! Мен осылай боларын біліп, әдейі видео жалдадым. Бізді бағаннан бері түсіріп тұр. Сен маған қарағанда әлде көп жедің. Ей, мен ақшам жоқ. 50 төлей салшы, потом берем ақшаңды. Мен Қайрат Нұртасты шақырдым, әле. Звондап жатыр. Сәлем айта сал. Иә, қазір видеоны қосам. Міне Айжан. Мама, қалайсыз? Мен сол ұлыңызға тамақ істеп жатырмын. Ой, қолым босамай генеральный уборка жасап жатырмын. Уборка мен істедім ғой вообще-то. Таңғы 6-та тұрып қысқа банка жауып жатырмын. Банка? Жаз енді басталды ғой. Ой, үйде тірлік бітпейді. Қолмен кір жудым. Ал мама, жарайды, мен ұлыңыздың сүйікті 5 бармағын жасайын. Сау болыңыз. 5 бармақ? Жақсы мама, сау болыңыздар. Мәсе, капец пысық. Ей, қарным аш кетті, тамақ заказ бересіз? Қуысың, е? Мен 40 жастағы баланың мамасымын. Бүгін балам бірінші рет свиданияға барады. Саламатсыздар ма? Ал қызым, қош келдің. Амандастықшы. Сәлеметсіз бе? Төрлет. Таныс қой, бұл менің ұлым. Өте жақсы жігіт. Сен мамаң айтқан қызыңмен таныстыршы деп. Жақсы, мен онда кетейін. Мама, мен мультиге басталдығы айтпайсың ба? Жулик! Ой, жулик, мама! Міне жулик! Таптым, ботом! Көрдің ба қандай ақылды? Ботақаным менің, пусянайым менің, елігім менің, сыночек мой, ангелочек мой, ботақаным, қошақаным, пусяным, масяным. Жаным! Қара, мен осы ойыншығым бар. Мама, мен железный человекпін! Жаным, ал балам, сендерді оңаша қалдырайын. Жүр, Roblox ойнайық. Ей, сен 40-тағы мужик емессің бе? Неге әлі ойын ойнап жүрсің? Есейсеңші кішкене. Болды, жылама. Жылама. Не болды? Мұна тәте маған ұрысты. Жоқ, тиіспедім. Әй қыз, неге тисесің менің балама? Қазірден бастап сөйтсең ертең бөлек шығамыз дейсің, шығарсың может. Бар, кет бар. Ненормальная. Сәлем. Неге түсіріп алдың? Жай естелікке. Фотосын жөнін пробивай. Все, пробивай. Так, Айжан Солтан Мақсат қызы Алматыдан 10 километр жерде ауылда тұрады екен. Ауылдан? Бірақ үйінде 200 қой, 300 жылқы, 400 сиыры бар екен. Мен кәдімгі байдың қызы ғой. Неге құлағың ұстай бересің? Құлағымда қотыр бар просто. Мен күшті қыз, ұстап ал соны, давай сындыр енді осы қызды. Бос уақытта немен айналысасың? Менде бос уақыт жоқ, мен таңғы 5-те тұрам, қойды өріске жіберем, қора тазалаймын, отын жарам. Тоқташ, сен қалада квартирада тұрам деп едің ғой? Сөйтіп айттым ба, бізде квартирада солай, подъезде мал өсіреміз. Қандай музыка тыңдаған жақсы көресің? Менікі ма? Қазір. Кей-поп жақсы көреді екен, кей-поп тыңдаймын деп айт. Мен кей-поп тыңдаған жақсы көремін. Қой, шын ба, мен де кей-попты жақсы көремін ғой. Сүйікті группаң қандай? Менікі? Так, қазір. BTS Чонгук деп айт. BTS Чонгук деп айтсашы. BTS жаңғақ? Чонгук. BTS Чонгук жақсы көремін мен. Мен де Чонгукты жақсы көремін ғой. Екеуміздің ұқсастықтарымыз көп екен. Бүгіннен бастап сен менің ең жақын досым боласың. Досың? Жүр, ана жаққа барып тамақ ішейік. Қазір бара бер. Ой, френдзонаға қош келдің, бауырым. Келесі жоқ свиданияға өзім барам, ұқтың ба? Өзің ғой тупит етіп тұрған саған көмектесіп отқан. Мен де ақымақ екем. Блогер қызбен бірінші рет свиданияға барып тұрмын бар ғой. Жақсы, онда мен кеттім. Гүлімді сториске салдым екен.
Dostlar, мен жаңа ғана өмірімдегі ең ужасный свиданиядан келдім. Маған берген гүлнің түрін қараңыздаршы. Менің бір күндік макияжым надан қымбат қой. Еще ресторанды ешқайда апарған жоқ, просто далада жаяу жүрдік. Мен 1000 теңгеге алдым ғой. Қыздар, мінеки оның түрін жаттап алыңдар. Şu түрімді де салып саған ба? Мына жігітпен свиданияға барушы болмаңдар. Әбден нервім атиды. Бірақ бір қуантатыны, менің омега ауа тазартқышым келді. Еще хайпава деп рекламада салып саған ба мынау? Сол свидания маған травма қалдырды. Подкаст қашан үлгерген? Қазір мен психологқа барып жүрмін. Танымал блогермен свиданияға барамын деп басы дауға қалған мына жігіт Қазақстаннан қуылайын деп жатыр. Бұл достың блогерлермен свидания бармайын. Сәлем. Бастаймыз ба? Бастайық. Зарплатаң қанша? 300 000 теңге таксовать етем. Жаман емес. Сен бұрын күйеуге шықпағансың ба? Жоқ, уайымдама, бұрын тұрмысқа шықпаған. Мен де үйленбегем. Қанша кредитің бар? Бір 150 000 теңге кредитім бар, микрозаймда. 150 000 теңге? Өзің 300 000 алсаң, 150 000 кредитқа кетсе, квартираны қалай төлейміз ертең? Жоқ, уайымдама. Менің әке-шешем үйі бар, қалған сыртта сол жерде тұра береміз. Все. Денсаулығың қалай? Артрит, артроз, варикоз, остеохондроз дегендер жоқ па? Уайымдама, барлығы орында. Бір сұрақ, тойды қалай жасаймыз? Тойға артық ақша құртып не істейміз? Одан да ол ақшаға үй алайық та? Мен де солай ойлаймын ғой. Одан кейін Алагөге барып демалайық лучше. Дұрыс, толықтай келісем. Все, маған барлығы ұнап тұр. Онда шайымызды ішіп ап, ЗАГСқа кеттік па? Ехала. Папам звондап жатыр. Алло, папа? Сәлем айт папаға. Видео қосайын ба қазір? Міне Арман. О, папа, қалайсыз? Мен таңғы 5-тен бері үйде ремонт жасап жатқан ғой, трубалар бітеліп қалған ба? Жаным, мынау саған өстіп арасында романтик болып тұрам, папа. Иә, Каспиға 1 миллион жібере салыңдар. Жұмыс бабымен ғой. Жаным, бүгін сен әурелемей өзім тамақ істейін деп жатырмын. Тамақ істейсің ба? Үйді де өзім жидаймын. Қызыңыз демалсын бүгін. Жарайды онда, папа. Ал жақсы, сау болыңыз, папа. Мағжан, сен бүгін Тамақ жасаш, қарным ашып кетті. Ал, жеттік. Марат аға, жүріңіз, шай ішіңіз үйге барып. Есің дұрыс па? Үйде дым жоқ қой. Уайымдама, жоқ, керек емес деп айтады, бәрі сөйтеді ғой. Давай, ішейік. Иә, жүріңіз онда. Шай қойық. Мә, үйлерің керемет екен ей. Мә, айып етпеңіз, сіздің келетіңіз білмей қалдық. Әйтпесе қой сойып, ет асып, қуырдақ, манты бәрін істеп қойшы едік. Өй, істей беріңдер, мен ешқайда асып тұрған жоқпын, как раз қарным ашып тұр. Иә, қазір істейміз. Бар, істей ғой. Ей, братишка, бері кел. Енді үйіңе бір чет кеп тұрмын ғой, саған $100 көріндік менің атыма. Өй, керек емес аға. Керек емес болса жарайды, бермеймін. Че там, чай дайын ба? Ай, рахмет, тойдым. Қой онда мен ауылға қайтайын онда. Өй, қайда асықтыңыз? Осында қонсаңызшы бүгін. Бүгін емес, бір апта осы үйде қона беріңіз. Қона берейін ба? Болды ғой онда, мен бүгін осы үйденмін ғой. Қос телевизорда. Ағаңның жатқанына бір апта болды ғой, қайтсын дайын, айтсаңшы бар. Аға, қалайсыз? Не көріп жатсыз? Кино көріп отқам ғой. Что-то мен ауылым сағындым. Жусанның исін сағынып тұрсыз ғой, я? Мен бар ғой, ауылыма қайтайын. Сендер ренжімейсіңдер ма? Жоқ, ренжімеймін, сен қайтайын онда. Жақсы, сау болыңдар. Өй, тағы жатпадыңыз ба біздің үйді? Осында тұра берсеңізші, өз үйіңіздей көре. Өз үйіңіздей көріңіз. Өз үйіңдей көр? Болды ғой онда, осы үйде тұран. Ауылды сағындым деп едіңіз ғой. Бірақ сағаттың жүрі барып кеп жүре берем ғой. Чотам, қос киноңды онда. Өй, мынау кімнің баласы? Біздің үйге бала болсаш, біздің үйге алып кетейік балаларымды. Сау болыңдар. Что отырдық, я? Мұратбектің баласы? О, мама, папа, қалайсыздар? Сен сөйлей алсын ба не? Сендер өздерің айттыңдар ғой, біздің үйге бала бол, алып кетемін деп. Мен келсем, енді мен осы үйдің баласымын. Біз оны прикол ұстап айтқанбыз негізі. Ана договор на усыновление қол қоя салыңдар. Бірақ менің бірнеше шарттарым бар. Ана дәу спальня сендер жатқан, енді менікі. Мен сол жерде тұрам, күштілеп ремонт жасаңдар ішіне. Одан кейін маған күніне 4 разовый питание керек. Қымбат күшті смес алып беріңдер, ұқтыңдар ма? Сосын маған көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық алып беріңдер маған. Міне алдық саған ойыншықтарыңды. Ана жерге қоя салыңдар. Балапан осы ойыншықтарды алды, сен үйіңе қайта қой, иә? Бұл әлі соң емес. Еще маған iPhone 17 Pro Max алып берді. iPhone? Одан бөлек, мына квартираларыңды менің атыма жазасыңдар. Жарай ма? Мына басқа шықты ғой. Мұратбек, мына балаларды алып кетіңдер. Әйтпесе укол салам. Сосын құлағың кесіп аламын, ұқтың ба?
...2026 жаңа технологиясы робот келеді. Егер балаңыз үйленбей жүрсе, дәл бүгін тапсырыс беріңіз. Эй, бала, срочно робот келінді заказ бер! Дұрыс болды робот келін заказ бергенің, а то сен бұл ғасырда үйленбейсің. Мұнан қалай қосады? 谢谢你，我是你的机器人儿媳妇。 Мынау қытайша сөйлеп тұр ғой. Мына жерде тілді ауыстыруға болады ғой деймін. Сіздің робот келініңіз жұмыс істеуге дайын. Жүр, ауылда жұмыс жетеді, айналайын. Ой, робот келін, ау жаным, ау, рахмет, айналайын. Бүгін что-то басыма айналып тұр. Ене, мен сізге толықтай анализ жасадым. Сіздің гемоглобиніңіз түсіп кеткен екен. Сізге денсаулыққа ем ретінде бал жеу керек. Рахмет келінжан. Давай енді осы балдармен шай ішейік. Ой, Мама, не болды? Білмеймін, шай бермеймін, өзі атып кетті. Мама, қайдағы шай? Оған вообще су ішуге болмайды, ол робот қой ол. Ибай, енді мен шай ішпесе, өзің айтпаса не керек маған? Болды, возврат жаса. Шіргелін алып келші өзі. Мә, тәтті бірдеңе жегім кеп тұр. А, оны магазинге барып сатып алсаңшы. Папа шоколад дәмді екен. Папа? Қызым, ұнаса жей ғой, бір қарап қысын алдым. Әй, неге тамақ жемей отсың? Что-то маған атамақ ұнамады, мен бұндай тамақтарды жей алмаймын. Қызым, жейтін не бар? Үйде бір апта бұрынғы манты срок өтіп кеткен колбаса одан кешегі макарон ғана қалды, папа. Үй, жей берем мен, барлығын араластырып маған жасап берші, жей берем. Мә, бүгін что-то басым ауырып тұр. А, онда аптекаға барып дәрі алып емделсін. Үй, қызым, не болды? Ауырып қалған жоқсың ба? Мен қазір скорый шақырам. Жоқ, папа, керек емес. Просто үйдің іші шаң, ішімен де аллергия. Қазіргі жігіттер не болып кеткен? Сусуда менің мужской достоинствома тіл тигізіп тұрсың ба? Мен бұндай ауыр сөздерді көтере алмайды екен. Это отношение не для меня. Жылама. Кеттім мен. Сапарбек, мен саған нешеде айттым мусорды шығар деп. Жоқ, барлығын мен істеу керекпін. Үйде бір еш шақ бар. Санаторийда жүргенде жүресіңдер. Сөйлей береді, тыңдама. Қай жылғы боласың? 94 жылғы болам. Қанша? 1994 жылғы болам, айналайын. Бірақ ойла қалма, 94-те сал болып қалдым. Не болды? Скорая! Түсті ма? Түсті. Чай ішпесем басым ауырады ше. Қара, мынау мен жас кезімдегі фотом. Динозавр? Иә, олар ол кезде тірі болатын. Айтпақшы, мен сен туралы видео істедім ғой, қара. WhatsApp-тағы статус басап қоям. Жақсы, онда мен кеттім. Өй, кеткен десе кино көрмейсің. Мен Шыңғысхан туралы кино көрейік. Күшті кино вообще, қарашы. Сізге не болды? О, кімсің сен? Мен қайдамын? Есіме түсті. Алло, Сәбит, не болды? Сәбит, бір күшті қызбен таныстым. Қойың дайында. Алатын сияқтымын. Жақсы, мен кеттім. Өй, кеткеннес? Ай, бұрын жас кезінде Ленин деген досым болған. Кешіріңіз, сіз маған ешкім кәрі екенсіз. Кеттім. В смысле, кәрі, мен 32-демін ғой? Саған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасармын. Эфирде жұрттың байлары туралы жаңалықтар. Бүгін Алматыда бір жұрттың байы өзінің әйеліне бриллиант комплекс сыйлапты, ойлаңыздаршы. Және ол жұрттың күйеуі көп ақша табады екен, бірақ сонымен қатар әйеліне де внимание бөледі екен. Жұмыстан келген кезде энергичный сальто жасап кіреді екен. Балаларын қаса TikTok көріп отырмай, кәдімгідей внимание бөледі екен. Басқа бірдеңке қосшы, неме көріп отырсың? Және ол әйеліне балаларының анасы деп осы жолы Геленваген сыйлапты. Жұрттың күйеулерін қараш. Оның үстіне ол жұрттың күйеуі үйде нәски тұрсыдан шашпайды екен, мусорды айғайлатпай бақытпай шығарады екен, және үй жинаған кезде әйеліне көмектеседі екен. Біреулердің күйеуі сияқты кешке дейін TikTok көріп жатпайды екен. Сіздің де күйеуіңіз осындай болған қаласаңыз, өкінішті сіздің күйеуіңіз ешқашан ондай болмайды. Ей, әкеш, басқа бірдеңе қосшы. Миллиардерлар, мен құда боламыз деп кім ойлаған? Құда, біз сізге бір шындықты айту керекпіз. Иә, қандай шындық? Алдында танысқан кезде біз миллиардерміз деп айттық қой сізге. Жоқ, біз жай ғана қарапайым миллионерміз. Сіздер қабылдамай қала ма деп қорқып едік. Сол үшін өтірік айттық. Ой, құда бізге бәрі бір. Құда, бұл сон емес. Мен алдында сізге айттым, Forbes'та 2-ші орында тұрмын деп. Иә. Өтірік айттым. Мен какой-то 39-ші орында тұрмын. Ештеңе етпейді. Айтпақшы қалың малға
50 миллион евро бергіміз келген, я? Я сөйтіп айтқансыз, тура сөйтіп айтқансыз, я. Папасы, Бере алмаймыз, бере алмаймыз. Біз тек қана 45 миллион. И то какой-то доллар, ғой, евро емес. Ята. Ей, оның бәрі дүние ғой. Қойшы, маңызды емес біз үшін. Там очень стыдно. Біз үшін дүние маңызды емес. Мен білдім. Ақша үшін емес бізбен. Ақша үшін емес, я? Настоящий махаббат үшін ғой. Сіздер қалай барып солай қабылдаймыз біз. Құдалық біткеннен кейін құдамыз бен құдағиымызды өзіміздің жеке меншік Мальдив аралығына алып кетейік. Отырып өзіміз болып шай ішейік. Ей, болды ғой онда. Кеттік Мальдивқа. Сен өзің қай жылғы боласың? 2008 жылғы болам. Қанша? 2008 жылғы болам. Өзің қай жылғысың? 98. Ай, ничо, махаббат жаса қарамайды дейді ғой. Мен ішім пысып кетті, кемпірлермен скучный екен. Әңгіме айтшы. Сен немен айналысасың? В смысле сен маған сіз деп сөйле, мырзам деп сөйле. Мен криптовалюта, трейдинг, биткоин, бірақ көбінесе мамам ақша береді маған. Бірақ 2008 маған тым кішкентай сияқты. В смысле кішкентай? Мен уже үлкенмін, мен 18-демін. Сен мені кішкентай. Ей, жалма. Саған кәмпит берейін ба? Мамама айтам сені, кішкентай кетті. Қарның ашпады ма? Иә, кішкене ашты. Мына жақын маңайда күшті бір кофейня бар, жүр соған барып шай ішіп алайық онда. Кофейня? Далада самса жей салмаймыз ба? Үй, құмаш далада самса жейміз ба? Жүр кофейняға барайық. Кофейня? Если что, бүгін ешқандай да праздник емес, мен туған күнде емес кофейняға келетіндей. Қойшы, обязательно праздник болу керек шай ішу үшін. Давай, таңда не аласың? Сосын менде ақша жоқ, менен сұрап жүрме, маған кредит рассрочка да бермейді. Үй, уайымдама, өзім төлеймін ғой. Не аласың? Онда маған су. Су несі, айттың ғой, өзім төлеймін. Любой нәрсені заказ бере берсеңші. Любойын ала берейін ба? Онда маған шокобанан, медовый орех, творожный тарталетка, Тағы бір екіншісің ба? макаронс, чизкейк, морковный баха, шокобон, шпинат, малина, фисташковое облако. Сізге осылардың барлығын бере саласыз ба? Рахмет. Ас болсын. Қалай саған барлығы ұнады ма? Иә, рахмет. А онда мен счет төлеп келейін, иә? Шынымен де счетты өзі төлеп жатыр. Нормальный жігітпен жүрген рахат екен ғой. Папа, таныс қойыңыз, сіздің робот күйеу балаңыз. Ойбай, не дейді? Ал енді распаковка жасайық. Вау! Ей, сонда адам табылмады ма? Қой, папа, сізге ешқандай күйеу бала ұнамай қалды ғой, сол үшін робот күйеу бала заказ бердім. Қазір бұл Bluetoothпен қосылады. The Bluetooth device is connected successfully. 你的机器人女婿已经准备好工作了。 Мынауың қытайша сөйлеп тұр ғой. Бұның қазір настройкасына жөндеу керек екен ғой. Сіздің робот күйеу балаңыз жұмыс істеуге дайын. Сонда любой жұмысты істей бере ма? Үй, кеттік онда, үйде жұмыс жетеді, жүр далаға. Құп болады. Мәссаған. Давай, жұмыс істе. Мен болдым, қараңыз, ұнады ма? Ой, ұнаған жоқ, басқаша қып істеші. Әрине, осы сізге точно ұнау керек. О, мынау күшті шықты, молодец күйеу бала. Жүр, көмір түсіру керек қазір. Папа, не істеп жатсыздар? Қызым, молодец, мынау идеальный күйеу бала екен, бүкіл жұмыс істеді ғой. Папа, не істеп тастағансыз? Айжан ханым, мені заводқа қайтадан өткізіп жіберіңізші. Немесе мені өшіріп тастай аласыздар ба? Ойбай, өшіргенес, әлі жұмыс жетеді, бар қора тазыла. Чё сидишь, работай! Мына Айдар досының сторисін қарашы, саған қарыз еді ғой. Достар, наконец-таки сондай жағдайға келдік, когда могу позволить комплект бриллиант әйеліме. Ай, достар, мен бақыттымын, рахмет саған жаным. Айтсаш қарызыңды қайтарсын деп. Алло, Айдар. Да, брат. Сен әйелге бриллиант алып беріп жатсың ғой, может маған қарызын қайтарасың, а? Брат, ақша жоқ қазір, бриллиантқа кетіп қалып бәрі. Енді арасында балық өтті керек қой енді. Жайт. Ақшам жоқ дейді. Мынаны қара сен. Lamborghini сатып алды. Санишкеге. Прямой Дубайдан келді. Дубай болған қандай рахат. Мынада точно ақшасы бар, сұра қарызыңды. Алло, Айдар, сенде точно ақша жоқ па? Досым, ренжімеші. Ақшаның бәрі Lamborghiniға кетіп қалды. Машина алып жатсың ғой, может қайтарасың қарызыңды, а? Айтсаш, кейін қайтарамыз, алдамаймыз. Иә, берем, отвечаю берем. Жарайды. Үй алып жатырмын дала. Достар, Сүйінші, біздер Измир плазадан пәтер сатып алдық, достар, пәтер. Сұраш қарызымызды. Алло, Айдар, өтірік айтпа, сен точно ақшаң бар ғой. Неме өтірік кедей болып тұрсың? Арман не болды сонда берем дедім ғой, ақшаны берем саған. Айтсаш, сен оған біз деген первоначалка төледік, одан кейін рассрочкаға алдық. Иә, біз наличке алған жоқпын. 2 миллион бер, қалған рассрочка бер. Қазір жібер бізге. Подожди, братан, берем. Lamborghini, бриллиант.
Измир Плазадан үй, мы тоже хотим жить как люди. Конечно, біз адам сияқты өмір сүргіміз келеді. Қайтарады, қорықпашы. Чуть, подожди, Даша, пожалуйста. Аща, Все, адамдар давай, звондай қорқады, вернешь, иә? пожалуйста, өзің звондай. Блокқа тасташы оны. Вообще, блин, Все, заблокировал, да. Уф, жүр квартирамызды қарай берейікші. Кеттік, көрейікші. ойлашы Айгүл мен Марат ажырасайын деп жатыр екен. Кетшар, не үшін? Білмеймін, сұрамадым. Біздің көрші Жәнібек бар ғой, соның әйелі апасының көзіне шөп салып жүр дейді. Серьезно? Еще кіммен десеш? Кіммен? Білмеймін, сұрамадым. Біреудің өмірін не істейді? Өздері біледі ғой. Мен класстасым Қайраттың папасы бар ғой, өзінің туған папасы емес екен ойлашы. Кім сонда? Білмедім. Интересоваться етпедім. Танисың деді, бірақ сұрамадым. Не істеймін біреудің өмірін? Сен телефоның қайда? Туй осы үйде бүкіл заттар қайда жоғалып кетеді? Барлығы мұнда. Бұл не? Бұл сенің өмір бойы жоғалтқан заттарың. Менің бірінші телефоным. Қайдан таптың? Сен бұны 2009 жылы қораның артында ұмытып кеткенсің. Менің алтын сырғаларым. Сен бұларды моншада ұмытып кеттің. Мынау не? Бұл сенің алғашқы махаббатыңның хаты. 8-ші класста химия кітабының ішінде кетіп қалды. Мараттан ба? Үй мұнда жүр ғой. Колледждағы подругаң Жанеля ұрлап кетті. Стерва Жанеля. Телефоным. Бека деген жігіттің сені ұрлап ломбардқа өткізіп жіберген. Ал сен сонда кімсің? Әлі түсінбедің бе? Мен сен жоғалтып алған өзіңмін. Келін боламын деп, әйел, ана боламын деп өзіңнің алаңсыз күліп ойнап жүрген кезіңді жоғалтып алдым. Мен сенің қаласаң қатты күлетін, шынайы қуана алатын, биік армандары бар бұрынғы кезіңмін. Сен есейе келе мені ақырындап жоғалта бастадың. Бірақ менің бір бөлігім әрдайым сенің ішінде. Қаласаң таба аласың. Ей, мә телефоның. Бәлем бәрі неге шашып сағасың? Рахмет. Мына Марат деген кім саған сүйемін деп хат жазыпты ғой. Қара, ресторанда тамақ ішу 15 мың теңге, үйде тамақ ішу 3 мың теңге. Қайсысы выгодно деп ойлайсың? Конечно, ресторанда тамақ ішу. Жалғастырайық. Қарговый центрдан алған бренд көйлек 50 мың теңге тұрады. Тура сондай көйлек базарда 5 мың теңге тұрады. Қайсысы дұрыс? Қайдағы түрі страшный ой. Алған соң жақсысын алу керек қой. Одан неге оны бір-ақ рет қана киесің? Жан, мен оны киіп Инстаграмға салып тастадым ғой. Салынған көйлекті қалай екінші рет кием? Қара, бізде 30 мың теңге бар. Не алған дұрыс? Гүл алған дұрыс па? Әлде бір аптаға продукт алған дұрыс па? Конечно, гүл, романтика керек маған. Бір аптаға продукт алмаймыз ба? Я, жарайды, онда продукт алайық. Сабыр, келесіге. Сен тісіңді жуып жатқан кезде краниктағы суды өшіріп қойған дұрыс па? Әлде босқа ағызып тұрған дұрыс па? Суды құртып. Конечно, су ағып тұру керек. Такси 3 мың теңге, метро автобус 120 теңге. Пробкамен кейде мыналармен тезірек барасың. Қайсымен барған тиімді? Конечно, таксимен комфортпен бару керек қой. Ой, сен вообще экономдауды білмейсің ғой. Бізге ақшамызды кішкене үнемдеу керек қой. Қалай үнемдейміз? Сен вообще білмейсің ғой экономдауды. Жан, мен қалай экономдау керегін таптым. Саған просто көбірек ақша табу керек. Мапа, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал, удачи. Дайынсың ба? Не үшін? Бұл не? Бұл детектор лжи деп аталады. Өтірік айтсаң біліп қоямыз. Ал енді біздің бірнеше сұрақтарымызға жауап бер. Біздің баланы шынайы жақсы көріп жүрсің ба? Ақшасы үшін емес па? Конечно, шын жақсы көрем. Оның ақшасы да жоқ қой. Оның жұмысы да жоқ қой. Тоқтал, келесі сұрақ. Жалқау емессің ба? Үй шаруасына қалайсың? Жоқ, жалқау емеспін. Таңертең нешеде тұрасың? Таңғы 6-та тұрам. Өтірік айтпай қой, біліп қоям, шыныңды айт. 12-де тұрам. 1 минус бар уже. Ал енді маңыздырақ, тамақ істей аласың ба? Иә. Тамақ болғанда китайский лапшалар емес. Мысалы, 5 бармақ жасай аласың ба? Қамыр жай аласың ба? Иә. Ай, сынақтан өтпедім. Бізге тамақ істей алмайтын келін керек емес. Охрана! Молодой человек, бір қойды бір квартираға ауыстырасыз ба? Бір қой үшін бір квартира? Қумаңдаршы! Қойымды ауыстырмаймен, қой керек қылмай, не істеймін квартираның? Дұрыстап ойлан, қаланың қақ ортасынан 3 комнаталы квартира. Болмаса, мына Волганы ауыстырайық та? Қаланың қақ ортасынан 3 бөлмелі пәтер үшін менің сүйікті Волгамды ауыстыр деп отырсың ба? Керек емес маған. Басымды қатырмаңдар. Болмаса, 5 мың теңге маған бере салшы, саған квартираны берем. Не істеймін? Қалада не істеймін? Ауылда үйім бар. Қалаға келіп өліп қал деп отырсың ба маған? Алмаймын, 5 мың теңгеге де алмаймын. Керек емес маған квартираларың. Жарайды болды. Тегін ақ бердім. Алшы квартираны. Қаланың қақ ортасынан 3 бөлмелі пәтер тегін ал деп тұрсың ба? Керек емес маған, не істеймін оны? Ауылда үйім бар деймін. Қызықсыздар. Қалаға көшіріп жүрейін енді. Басым қатырмаңдаршы.
Папа, сіз серьезно бір қойға квартира алмай қойдыңыз ба? ой сол кезде ас алу керек еді. Ай туп битетіп қалғанымды қарашы. Қалайша осындай мүмкіндікті жіберіп алуға болады? Алып ал қызым, әйтсе кейін өкін қаласың мен сияқты. Ой олма, маған бір рет 100 биткоинді бір қойға аласың ба деді ғой, сол кезде алмай қойдым ғой, ойларшы. Папа! Телефонға зарядка бар ма сенде? Я, мен сумкамда барлығы бар. Бұны неге алып жүрсің? А бұл шаш бере алайтын ғой. Мынау осында жатыр екен ғой. Өтік? Жаңа киімді түктейін деп алғам ғой, мен сумкамда барлығы бар. Пятилитровка? А шөлде қалам ба деп ойлағам ғой. Сумканың ішінде сумка? Мен сумкамда барлығы бар. Мен фото-видеоға түс қалсам, Мә, сен сумкаңда не жоқ өзі? ауыр бірдеңе жатыр. Бывшымның велосипеді ғой. Кімнің? Сен сумкаңда адам жатыр ма? Мен қайдамын? Ричард! Қалайсың, детка? Ричард, несі әкең? А бұл менің бывшыйым. Давайсың, детка. Ей, зарядка қалтамда бар екен, заряд керек емес. Қуасың ба, мен мынаның барлығын не үшін алып шықтым? Енді қайтадан салу керек қой.